Әркімнің туған жері Мысыр шәрі дейді ғой енді. Сол айтқандай біздің ауылдың табиғаты да қадір қасиетте сол Мысыр шәрінен ешбір кем емес. Жамбыл ауданы ақындар мен батырлар елі деп аталады. Сол ауданның керемет бір көркем бұрышы Үмбетәлі ауылы. Мен ылғи айтып жүремін, ауылымыз керемет, қасиет қонған ауыл. Әр сайына өлең қонақтаған, әр бұтасына ән ұялаған ауыл деп айтамын. Өйткені біздің ауылдан екі бірдей халық ақын шыққан. Олардың бірі Жамбыл атамыздың дарынды шәкірттерінің бірі Үмбетәлі Кәрібаев болса, екіншісі өзіміз көзін көрген Әсімхан Қосбасаров дейтін ағамыз. Одан басқа да ауылда кезінде Қанипа Бұғыбаева тәтелеріміз тұрды, белгілі ақындар, Шертпе-күйдің шебері Уәли Бекеновтер тұрды. Ал бүкіл Қазақстанға белгілі ақын Надежда Лушникова болса, біздің жақын жеңгеміз болып келеді. Бізде мектепте сабақ берді. Одан басқа да аты жөнін бәрін тізбелемей-ақ қояйын, кішкентай ғана бір ауылдың өзінен соншама ақындардың тізбегін айтуға болады. Мен мектепте жүргенде сол ең алғашқы өлеңімді жаздым. Дәл қазір енді тура соны айтып берудің қажет емес, енді бір балаң өлеңдер болатын, олардың барлығы. Қазіргі кезде сол алғашқы жазылған өлеңдерімді көрсем, өзім бір шетінен енді күлем. Бірақ енді сол шын көңілден шыққандығымен қымбат. Сол кезде өлеңдерімді ешкімге көрсетіп, айтуға да ұялатын едік. Біздің көршіміз Қабдеш Мәділовтің туған бауыры болды. Сол Қабдеш Мәділов ағамыз сол бауырының үйіне анда-санда демалуға келетін. Тура ауылдың шетінде біздің үйдің жанында үлкен көл болатын. Қабдеш ағамыз екі қолын артына ұстап тұрып, сол көлдің жағасында ойланып тұратын. Сол кезде мен бір 6-7 кластың баласымын, айналшықтап, сол кісіні айналшықтап жүретімін. Қалтамда бір 5-6 шумақ өлеңім бар, жаңағы айтқандай алғашқы жазылған өлеңдер. Соны көрсетсем, ағам мені бірден Алматыға алып кететін сияқты, сондай сезінем. Сырымды айтсам деймін, өлеңімді көрсетсем деймін. Бірақ енді ақыр соңында сол кісіге сырымды айтуға бата алмадым. Кейін мектепте оқып жүрген кезімде Надежда Лушникова апайымыз, ол кісі жеңгеміз деп айтсақ кішкене ренжіңкіремейді енді. Негізінен енді мен сенің ұстазың болдым, апайымыз деп айт дейді. Сол кісінің алдында алғашқы өлеңімді оқыдым. Жаңағы Әсімхан Қосбасаров ағамыз сол мектептегі кешке қатысқан болатын. Айналайын өлең жазады екенсің ғой деп, сол маңдайымыздан сипап алғашқы баталарын берген сол кісілер болатын. Жаңағы Үмбетәлі атамызды көрдім, менің 12 жасымда қайтыс болды. Біздің көшеде тұрды. Ол кезде атамыздың қартайыңқырап қалған кезі. Сол есігінің алдындағы бір сәкі дейміз ба, бір құлап жатқан ағашта күнге қыздырынып маужырап отыратын. Ол кісінің алдына барып қолын ұстап едім, батасын алдым деп өтірік айтпаймын, бірақ енді ол кісінің сол қартайыңқырап қалған кезін көзіміз көрді. Енді жаңағы айтылған ауыл жайлы, сол алғашқы шыққан өлеңдер жайлы жазылған бір өлеңім бар еді. Сол алғашқы балаң кезден, қиялшыл кезден, арманшыл кезден, сол бір адалда бір әппақ кездерден хабар беретін сол өлеңімді рұқсат болса оқып берейін. Ауылым дейді. Керіліп жатқан алдымда көрікті туған ауылым, оранған жасыл шалғынға мен өскен жер бұл бауырым. Кешкен жер жалаң аяқпен көктем күн өсер жауынын, шаңдатқан тұлпар таяқпен шаттыққа бөлеп бауырын. Араз боп сабыр ақылмен өртеніп мұнда от басқан, алғашқы махаббатыммен егіліп тұрып қоштасқан.
Өткенді осы ауылда алаңсыз асау өмірім, жалым бар еді жанымда, періште еді ау көңілім. Жігері қайнап қанында, сезімі бойда тұнатын, ауылдың шеткі жағында арманшыл бала тұратын. Өзінше ақын от кеуде, өзінше олда өреді, болатын қойын дәптерде 5-6 ғана өлеңі. Өлшеусіз үміт сенімі, арнамыс өмір өлшемі, қиялға тым-тым беріліп, космонавт болсам деуші еді. Шықпаған кез ғой шалғайға, ауылда ғана еркіммін, киріптей жақсы жер қайда, жұмақ осы ғой дейтімнің. Көрініп таудай төбесі, көлдер тұрса мөлдіреп, сөгіліп сөз сезім көбесі, кететін жүрек елжіреп. Қаншама кездім тірлікте, елімнің оймен қырларын, сезіндім сонда киріпте, киенің тұнып тұрғанын. Ағалар асқақ көрінген, ақыны тұтас бір қауым, ауылым сенің төріңнен, оқылса болды жырларым. Өзіңсіз бақыт бекер ғой, осында туыс бауырым, жұмақтың өзі екен ғой, ауылы үмбет әлінің. Артықта умақтап жіберсем, сөкпей-ақ қойшы бауырым, артық қой жердің бәрінен, туып өскен ауылың дейді. Мен енді өмірде көп жетістіктерге жеттім деп айтпаймын, өйтіп мақтанбай-ақ қояйын. Бірақ енді өзімнің салам, мынау журналистика мамандығы бойынша біраз жетістіктерге қол жеткіздім деп ойлаймын. Қазақстанның құрметті журналисті атандым. Журналистика саласындағы қол жеткен жетістіктерім үшін президенттің грантын иелендім. Аудандық газеттің корректорынан бастап, ең төменгі қате түзететін қызметінен бастап, облыстық газеттің бас редакторы, облыс бойынша бір 20 газетті біріктірген үлкен медиа холдингтің бастығы дейтін сондай үлкен қызметтерге қол жеткіздім. Бірақ оны өмірдегі бір үлкен жетістігім деп өзім есептей қоймаймын. Ол енді мамандығым бойынша шыққан биіктерім деп ойлаймын. Мен студент кезімде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқып жүрген кезде өзімнің қатарластарыма ақын ретінде танылған болатын. Бірақ енді Алматыда қалып қалмай, кейін ауылдық жерге кетіп қалдым қызмет бабы бойынша. Жамбыл ауданында, Күрт ауданында, кейін Балқаш ауданында сол журналистік аудандық газеттерде журналистік қызметтер атқарып, бір әдеби ортадан бір алыстап кеткен кезім бар. Сонымен негізгі нағыз танылатын кезімде сол әдеби ортадан алыс ауылдық жерде жүрдімдағы мынау ақындық мұрат жағынан кішкене қалай деп айтуға болады, сол кешеуілдетіп алдым деуге болады сол кездерде. Содан кейін 2002 жылы Талдықорған қаласына көшіп келген кезде ең бірінші сол әдеби ортаға жақындағаныма қатты қуандым. Мен сол өмірдегі жеткен жетістіктерім болса, сол ақын ретінде танылуым қоршаған ортаға, соны бір жетістігім деп ойлаймын. Осында Талдықорғанда жүрген кезде әлденеше жыр мүшәйраларына қатысып, облыстық деңгейде өткен, бір-екі рет республикалық деңгейдегі мүшәйраларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрдім. Облыстық деңгейде бірнеше бас жүлделерді иелендім. Қазақстан жазушылар одағына қабылдандым. Жазған өлеңдерім, әдеби шығармаларым бірнеше кітап болып басылып шықты. Мен енді өмірде жеткен жетістіктерім болса, негізінен осы мынау ақындық саласында, жазушылық саласында жеткен жетістіктерімді айтар едім. Генерал болмаймын деген солдат емес дейді. Сол сияқты әрбір ақынның өзінің жаңағыдай кеудесі, амбициясы болады ғой. Сол сияқты мен өзімді жаман ақынмын деп есептемеймін. Жаңа айттым ғой, мен Алматыда жүргенде, университетте оқып жүрген кезде әжептәуір ақын ретінде танылған болатынмын. Ал енді
Негізінен енді менің қандай ақын екендігіме оқырмандар баға береді деп ойлаймын. Ол болашақтың шаруасы ма, ол қазіргі кездің шаруасы ма, оны айта қоймаймын. Бірақ енді өзімді ешқандай әлгі жалған кішіпейілсімей-ақ, өтірік аярланбай-ақ өзімді жап-жақсы ақынмын, мықты ақынмын деп есептеймін. Кез келген адамның басына қона бермейтін дүние ғой. Соның тіпті қонған күннің өзінде, атақ пен даңқ болған күннің өзінде оның барлығы өткінші нәрсе деп ойлаймын. Менің Есенқұл досым өмірінің соңғы жылдары маған уақыт қана керек деп сол қиналып өтті. Мен жазбаған нәрселерім қалып қалды. Көп ойымда кетіп бара жатыр. Сол маған уақыт қана керек. Өлең жазатын уақыт керек деп кетті. Оны атақ пен даңққа ғана оны қияса алмас едім. Жалғандықпен күресу. Қазіргі кезде небір ақындар көбейіп кетті. Өздерінің әлгі 2 шумақ, 10 шумақ өлеңді құрастырса, өздерін керемет ақынбыз деп санап, жаңағы ешкімді көзін ілмей жүретін. Сондай халтурщиктермен өздерін керемет ақын деп санайтын адамдармен күресу деп ойлаймын. Негізінен әдебиет деген, поэзия деген сезімнен тұратын нәрсе ғой. Сол нағыз сезіммен жазылатын, нағыз адамның көкейіндегісін тап басатын, небір өзекті мәселелерді көтеретін, адамның жанын шын мәнінде емдейтін әдебиет керек біздің қоғамға. Өлеңнің өзін бір кәдімгі шоуға айналдырып жіберетін сондай мәселеден қашуымыз керек сияқты. Адам белгілі бір деңгейге шыққан кезде соңына бұрылып қарайды ғой енді. Сол сияқты мен де сондай бір деңгейге жетіп отырмын қазір. 50 жасымда өткен өмірімді бір қорытындыладым. 60 жасымда тағы да бір өткен кезеңде атқарылған жұмыстарға бір есеп берген жайым бар. Қазір енді қазақша айтқанда пайғамбардың жасына келіп отырмын. Негізінен аса бір көп өкінетін нәрсем жоқ. Мен бір ғана өкінетін нәрсем болса, сол біраз уақытымды ойсыз күлкімен, кейде бір жас кездегі бір ырду-дырдумен біраз уақытымды өткізіп алдым ғой деп өкінемін. Әйтпесе негізінен өмірімнің негізгі саналы жылдарын еңбек етумен өткіздім. Ол журналистика саласында болсын, поэзия саласындағы соған арнап өткізген жылдарым болсын, негізінен еңбекпен өткіздім. Аса бір өкінетін нәрсем жоқ. Мен қайтадан өмір сүретін болсам, өмірімді тура осылай болмаса да негізінен осы бағытта, осы мақсатта өткізер едім деп ойлаймын. Поэзия саласындағы жұмыстарымды бір қорытындыласам деймін. Жазайын деген әлі де нәрселерім, ойымда жүрген нәрселерім өте көп. Сол жаратқан Алла тағала уақыт берсе, сол әлі де біраз дүниелерімді жазып, мүмкіндігінше сол ойымда жүрген кенімді қағазға түсіріп кетсем деп ойлаймын.